Бүгін Ақордада көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері генерал-полковник, ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс салаларының ардагері Сәт Тоқбақбаевты марапаттау рәсімі өтті. Президент оған халық қаһарманы атағын беріп, айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдызбен отан ордендерін қайраткердің кеудесіне тақты. Салтанатты жиында мемлекет басшысы арнайы сөз сөйлеп, Сәт Бейсенбайұлының тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуына, қорғанысы мен қауіпсіздігіне қосқан үлесін атап өтті. Еліміздің тыныштығы мен тұтастығын сақтау үшін орасан зор үлес қостыңыз. Шын мәнінде мұны нағыз ерлік деп бағалауға болады. Сіз ұлттық қауіпсіздік академиясын қайта құруға атсалыстыңыз. Сол арқылы білікті мамандарды тәрбиелеп шығаруға зор ықпал еттіңіз. Президенттің күзет қызметінің басшысы болдыңыз. Республикалық гвардияға, яғни ұлттық ұланға жетекшілік етіп, оны дамытуға мол үлес қостыңыз. Қорғаныс министрлігін басқарып, саланы өркендетуге зор еңбек сіңірдіңіз. Сіздің күш-жігеріңіздің арқасында еліміздің әскери доктринасы ел мүддесі тұрғысынан қайта қаралып, толық жаңартылды. Міне осындай ел қауіпсіздігі мен тұтастығын қорғау жолындағы еңбегін жоғары бағалаған үшін Сәт Тоқбақбаев Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғысын білдірді. Әділетті Қазақстан құру жолындағы халқымыздың қалауымен жүзеге асырып жатқан зор еңбегіңіздің және сүйікті отанымызды қауіпсіз әрі халыққа жайлы елге айналдыру үшін жүзеге асырып жатқан саясатыңызды толығымен қолдаймын. Тәуелсіздігіміздің баянды болуы мен адал әділетті Қазақстан құру жолындағы сізбен әрдайым біргемін. Еліміздің іші даудан, сырты жаудан аман болсын. Отанымызда тыныштық, бірлік, ауызбіршілік әрдайым салтанат құрсын.